Қайырлы күн оқырмандар, бүгін тауық етін көкөністермен араластырып, арнайы пеште пісіруге арналған пакетте дайындайтын боламыз. Алдымен барлық көкөністерін турап дайындап алдым. Картоп, сәбіз, жуа және сарымсақты қосамыз. Содан соң дәмдеуіштердің барлығын қосып, қолымызбен араластырамыз. Дәмдеуіштердің дәміне қарай қоссаңыздар болады. Барлығын даярлап болған соң арнайы тауық етіне арналған дәмдеуішті аламыз. Және де бір сан тауық етін ыдысымызға салып, жаңағы дәмдеуіштің барлығын қосып, қолымызбен араластырамыз. Барлығын біркелкетіп араластырып даярлап болған соң арнайы пеште пісіруге арналған пакетімізді жазып аламыз. Содан соң алдымен азғантай сары майдан қосамыз. Алдымен алдын ала даярлап алған көкөністерімізді саламыз. Содан соң көкөністеріміздің үстіне тауық етін салып шығамыз. Осылай даярлап алған соң пакеттің бетін бууға арналған арнайы кішкене ремен шығады. Соны жақсылап пакеттің бетін қысып бекітіп аламыз. Және де арнайы пеште пісіру үшін осы тауық етін қалыпқа орналастырамыз. Содан соң зубочисткамен салафанның үстінен 3-4 жерден тесіп аламыз. Және де қызып тұрған пеште 60 минут пісіреміз. Міне көкөністер мен тауық еті де дайын болды. Өте жұмсақ әрі өте ыстық, дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің жаңа рецептілерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар.